Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен цезарь тіске басарын дайындайтын боламыз. Ең алдымен тауық төс етін мариновать етеміз. Тауық төс етін екіге бөліп аламын және ыдысыма салып, татымына қарай тұз, қара бұрыш, паприка және вегетта дәмдеу үшін қосамын. Және татымына қарай кристаллик тұздығын қосып жіберемін. Және зәйтүн майын қосамын. Шамамен бір шай қасықтай зәйтүн май қосамыз. Соевый соус, бұны да шамамен бір шай қасықтай қосамыз. Және 2 тіс чесногын майдалап турап қосып, осының барлығын жақсылап араластырамыз. Міне тауығымыздың бетін жауып, холодильникке жарты сағатқа жібереміз. Міне біздің тауығымыз маринадталды. Енді сковородкамызға сұйық майымызды құйып, екі жағын тауығымызды аудара отырып, крышкасын жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Тауығымыз піскенше багет нанын осылай ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Сковородкаға, қызып тұрған сковородкаға май еш нәрсе құймай, тек өзін ғана екі бетін қызартып аламыз. Тауығымыз жұмсақ болып піскен соң, міне осылай етіп турап аламыз. Енді соусын дайындаймыз. Ыдысымда менің 2 ас қасық қаймағым бар. Сол қаймаққа 2 ас қасық майонезімді қосамын. Жақсылап араластырып, чесногымды қосып, чеснок езгіштен немесе пышақпен турап алсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық лимон шырынын қосамыз. Жақсылап араластырып, сонымен біздің соусымыз дайын. Нанымыз біздің өте қытырлақ болып шығады. Не осындай нанымыздың үстіне соусымызды жақсылап жағып шығамыз. Барлық нанымызға осылай жағып шығамыз. Міне барлық нанымызға соусымызды жағып болған соң, үстіне жуылған таза салатный лист қоямыз. Немесе салатный листтің орнына айсберг қолдансаңыздар да болады. Ол айсбергпен де өте дәмді шығады. Барлық нанымыздың үстіне осылай салатный листтарымызды орналастырып шығамыз. Міне енді осы салатный листіміздің үстіне слой-слой етіп тауық етімізді және помидорымызды қойып шығамыз. Менде черри помидор. Міне помидорымды осылай 3-ке бөліп алдым. Кез келген помидор қолдансаңыздар болады. Енді помидорымызды тауығымыздың үстіне осылай жайғастырып шығамыз. Міне помидорларымызды жайғастырып шықтық. Енді бетіне үккіштен өткізілген сырымызды сүйіп шығамыз. Кез келген сыр пайдалансаңыздар болады. Міне біздің тіске басарымыз осымен дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер.